Бүгін Сарыөзек гарнизонында 13 шабуылдаушы бригадасында сарбаздарды запасқа шығару рәсімі өтті. Көңіл күйіміз тамаша. Былай қарап тұрсақ, бір жыл уақытта өте шықты, көз ашып жұмғанша. Бір жыл ішінде бізге офицер-сержанттар әскери техниканы, қаруды және де әскери тактиканы үйрете білді. Біз осы жерде жүріп бір жыл ішінде әскери шыңдалдық десем де болады. Бұл жерде жүріп мен өзіме өмірлік айнымас қарулас достар таптым. Соған өз қуаныштым. Офицер-сержанттарымыз қиын кезде өздерінің қол ұшын соза білді, бізге көмектесті. Мен ойлаймын енді өзім, отан қорғау әрбір ер азаматтың парызы деп білемін. Және де осы келген жас сарбаздарға да тілерім үйіне аман есен оралуларына тілектеспін.